Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында өт жолдарын қалай тазалауға болатыны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Өт сарғыш қоңыр дәмі ашқылтым қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құйылады. Өт қабынан ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 елі ішекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан зор. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Тағамдарды ақуыз көмір суына және майларды май қышқылдарына дейін ыдыратады. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттар сыртқа шығады. Өт қызметінің бұзылуы, өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарын ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық байқалуы мүмкін. Өт жолдарын тазалау, өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бір қалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданылатын көптеген әдістер бар. Бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдері бар екенін ескерген жөн. Өт жолдарын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп, оның асқынуының алдын алу қажет. Бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталатын болсақ, оң жақ қабырғасының ауырсынуы, метеоризм, үлкен дәреттің жүрмеуі, тәбеттің болмауы, ауызға қышқыл дәмнің келуі және кекірік, әртүрлі деңгейдегі аллергия, әлсіздік, шаршағыштық жатады. Бұл көрсетілімдерде өт жолдарын тазалауды талап етеді. Егер де өт қабында көптеген ұсақ тастар болса, немесе үлкен конкременттер болса, процедура жүргізілмейді. Себебі өт жолын жауып, қабырғаларын зақымдайды. Өт тазалау жолдары кезінде дайындықты ішекті тазалаудан бастау керек. Себебі ішектерді токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сіңіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар қатаң түрде диета сақтау керек. Яғни бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метеоризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланған жөн. Көбінесе кашаларды, сорпаларды, қаймақты жеген пайдалы. Алкогольден, майлы және қуырылған тамақтардан бас тартыңыз. Жалпы бауыр дезинфекциялау және қорғаныш функциясын орындай отырып, қанды токсиндерден тазартып, олардың қанға түсуіне жол бермейтін адам ағзасының ірі мүшелерінің бірі. Сүзуден кейін өнімдер өт қабына өтеді. Ас қорытуға, қан айналымына, метаболизмге қатысады. Күн сайын бауыр арқылы шамамен 2000 литр қан өтіп, оны улы заттардан тазартады. Сау денеде орган тәулік бойына өт шығарады. Ол өт қабында орналасады және бейтараптандырылған токсиндерді ішекке шығарады. Өт қабы бауырды, асқазанды және тоқ ішекті тітіркендіргіш өт компоненттерінен қорғайды. Мүшелер дұрыс жұмыс жасамаса, бауырда зиянды заттар жинала бастайды. Өт қабының кептелуі тас қалып келеді. Өт жолын тазалау бірқатар аурулардың алдын алып, бар аурулардың ағымын жеңілдетеді. Бауыр мен өт қабының қызметі бұзылған кезде пайда болған аурулардың ішінде мына аурулар жиі кездеседі. Өт қабында тас түзілу, терінің қабынуы, аллергия, папиллома, варикозды тамырлар, жүрек қан тамырлары жүйесі аурулары, ревматизм, кисталар және онкологиялық аурулар. Бауыр мен өт қабынуының улы заттармен ластанғанын білдіретін белгілерге төменгі белгілер жатады. Бозғылт немесе сарғыш терінің түсі, тәбеттің төмендеуі, ұйқының бұзылуы, ұйқысыздық және тұрақты ұйқышылдық, ауыздағы ащы дәм, әсіресе таңертеңгі кезде, летаргия, әлсіздік,
шаршағыштық, бас айналу, бас ауруы, ішектің бұзылуы, кебулер, ауырлық қабырғасында оң жақта пайда болады, жүрек айнуы, қартаю дақтарының пайда болуы, таңертең ғана емес күні бойы қара зәр, нәжіс ашық түсті, бет пен денеде безеулердің пайда болуы және зейіннің төмендеуі. Өт жолдарын үй жағдайында қалай емдеуге болады? Балды, әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланған жөн. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың, яғни редьканың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Ондай әдіс өт жолы мен бүйректе құм мен тастың жиналуынан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілденуіне әсер етеді. Балды үккіштен өткізілген сәбізге қосып, банкіге салып біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам пайда болады. Оны әсіресе бауыры, өт жолы ауыратындар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, бүйрегі, бауыры, өт жолы ауыратындарға өте пайдалы. Адам организмінде өт қабындағы тастардың өлшемі құм тәрізді ұсақ немесе гольфтың кішкентай добына дейінгі көлемде болады. Кейде бір үлкен тас жүздеген ұсақтары немесе шағын және үлкендері де болуы мүмкін. Өт қабындағы тастар іштің жоғарғы оң бөлігіндегі кенеттен пайда болатын ауырсынуды туындатуы мүмкін. Бұл өт қабының түйілуі деп аталады. Өт тастарының холестериндік және пигменттік екі түрі болады. Холестеринді тастар әдетте сары жасыл түсті, негізінен холестериннен тұрады. Көптеген жағдайларда өт тастарының 80%-дан астамы холестеринді болады. Ал пигменттік тастар қошқыл түсті және билирубиннен тұрады. Өт тас ауруының пайда болу факторына төмендегілер жатады. Семіздік. Семіздікке шалдыққан адамдарда, әсіресе әйелдерде, өт тасының түзілуінің қаупі жоғары болады. Семіздік өттегі холестерин деңгейінің артуына ықпал етіп, бұл тастардың түзілуін туындатуы мүмкін. Сондай-ақ организмнің ұзақ уақыт бойы ашығуы және тез салмақ жоғалту кезінде майлардың жаппай ыдырауы жүреді. Бұл кезде бауыр өтке түсетін холестериннің артық көлемін өндіре бастайды. Тез салмақ жоғалту да өт қабының босатылуының бұзылысына апаруы мүмкін. Метаболикалық синдром, диабет және инсулинге тұрақтылық кезінде де өт тас ауруының пайда болу қаупі артады. Жалпы ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.